Абай Құнанбаев 25-ші қара сөзі. Балаларды оқытқан да жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқытса болады. Оның үшін бұл жерде Дар әл-Харап мұнда әуел мал табу керек, онан соң қарап барысы керек. Қарнаш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Ашып ішуге малдың тапшылығы да, ағайынның араздығына, әр түрлі бәлеге, ұрлық, қорлық, зорлық, сұмдық секілді нәрселерге, үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса, қарны тояды. Онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек. Хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның үшін олар дүниенің тілін біледі. Мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әр біреудің тілін, өнерін білген кісі сонымен бірдегейлік дағуасына кіреді. Аса араздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік. Жоғарылықпен көңілін алсам екен деген надан әке-шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырынан бір қаққанға сатады. Тек майырдың күлгені керек деп, бір жері ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылыми өнері дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақтың аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейін. Мені көріп, және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, біз де ел болып, жұрт білгенді біліп, жұрт қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмайда тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар, ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балаларды көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің баласы орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын. Және де кейбір қазақтар ағайынмен араздасқанда, сенің осы зорлығыңа көнгенше, баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе, деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқығанменен не бола қойсын. Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене, қай көп үйреніпті. Кірді шықты, ілді қайтты, түгебейлеп қуған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасыменен оқығанға әрең оқытады. Өз малын не қылып шығарсын. Турасын ойлағанда, балаңа қатын әпере ме, енші бере ме, барыңды саласың да, орыстың ғылымын үйрет. Мен айтқан жол, мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетер ме, өзі рахат көрер ме?
яки жұртқа рахат көрсетер ме?